және бастауыш мектеп жасы психологиясы пәнінен 4-ші семинар сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі семинар сабағымыздың тақырыбы мектепке дейінгі жастағы баланың ақыл-ой дамуының ерекшеліктері. Жалпы мақсатына келетін болсақ, ақыл-ой даму дегеніміз не? Мектепке дейінгі жастағы балалардың өзіндік ерекшелігі, ақыл-ой дамуында ерекшеліктер, соның ішіндегі танымдық үрдістер, яғни танымдық үрдістерге қандай үрдістер жатады, қабылдауы, баланың ойлауы, сөйлеуі, зейіні, қиялы, осы танымдық үрдістер ақыл-ой дамуының ерекшеліктеріне қалай әсер етеді? Жалпы әрбір танымдық үрдістерге жеке-жеке тоқталып, осының маңызын ашамыз. Олай болса, жоспарымыз сіздерге алдын ала берілген, оның барлығы силабустарыңызда бар. Олай болса, бүгінгі 4-ші семинарға кім дайын? Мектепке дейінгі шақ адамның психикалық дамуының ең маңызды кезеңдерінің бірі болып саналады. Бұл уақытта баланың қоршаған ортамен қарым-қатынасы кеңейеді, танымдық белсенділігі артады. Осы кезеңде ақыл-ой дамуының негізі қаланады. Танымдық процестердің қарқынды дамуы. Бұл кезеңде балада қабылдау, зейін, ес, қиял және ойлау белсенді түрде қалыптаса бастайды. Бала айналасындағы заттар мен құбылыстарды байқап, олардың қасиеттері мен байланыстарын түсіне бастайды. Келесі бізде көрнекі бейнелі ойлаудың басым болуы. Мектепке дейінгі жаста бала ойдың нақты заттар мен бейнелер арқылы жүзеге асырады. Яғни балада әлі абстрактілі, яғни дерексіз ойлауға толық көше алмайды. Келесі бізде сұрақ қою арқылы ойлаудың дамуы. Бұл жаста балалар жиі неліктен, қалай деген сұрақтарды қойып, қоршаған орта туралы түсініктерін кеңейтеді. Бұл ойлау белсенділігінің белгісі. Қиял мен елестеудің күшеюі. Бала ойын барысында түрлі рөлдерге еніп, заттарды басқа заттың орнына қолданады. Бұл шығармашылық ойлаудың қалыптасуына әсер етеді. Естің дамуы. Балада ерікті және еріксіз есте сақтау қабілеті дами бастайды. Алғашында бала есте сақтау үшін арнайы мақсат қояды, кейіннен балада бұл өздігімен дами бастайды. Сөйлеу арқылы ойдың жетілуі. Тілдің дамуы ақыл-ой дамуының негізгі шарты болып табылады. Бала сөздік қорын байытып, ойларын байланыстырып айтуға үйренеді. Яғни достарымен сөйлеседі, әңгіме айтады бір-бірімен. Келесі бізде ойынның рөлі. Ойынның рөлі бұл кезеңде бала үшін өте маңызды болып келеді. Ойын ақыл-ой дамуының басты құралы болып табылады. Ойын кезінде бала ойнауға, шешім қабылдауға, ережелер сақтануға, достарын тыңдауға, олармен ақылдасуға үйренеді. Мектепке дейінгі кезең баланың ақыл-ойының ең қарқынды дамитын уақыты болып табылады. Бұл жаста балаға танымдық белсенділікті арттыратын ойындар мен дамытушы тапсырмалар беру өте маңызды болып келеді. Ақыл-ой дамуының мәні. Ақыл-ой даму бұл адамның қоршаған ортаны тануы, білім және тәжірибе жинақтау және де оны іс-әрекетте қолдану қабілетінің жетілдіруі. Мектеп жасындағы балалардың ақыл-ойының дамуы ол ойын және қарым-қатынас, тәжірибе алмасу болып табылады. Қабылдаудың дамуының ерекшеліктері. Жалпы қабылдау бұл сыртқы дүниедегі алынған әсерлерді жинақтап, бейне түрінде саналы бейнелеу процесі. Мектепке дейінгі жаста бала заттардың түсін, пішінін, көлемі мен кеңістіктерін ажырата бастайды. Қабылдаудың нақты және бейнелі сипатта болады. Ол 5-6 жасқа қарай баланың нысандары салыстырмалы, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын таба алады. Зейіннің дамуы. Зейін дегеніміз ол психикалық процестердің бағыттылығы және шоғырлануының қамтамасыз ететін қасиет болып келеді. Бұл кезеңде 3-4 жаста ырықсыз зейін басым болса, ал 5-6 жаста ырықты зейін қалыптаса бастайды. Зейінді дамытудың ең тиімді құралы ол ойын болып табылады. Естің ерекшеліктері. Ес дегеніміз ол өткен тәжірибені есте сақтау, қайта жаңғырту және де ұмытудан тұратын процесс болып келеді. Мектепке дейінгі шақта есте сақтау көрнекі бейнелі сипатта болады. 3-4 жаста еріксіз есте сақтау басым болса, ал
6 мен 5 жас аралығында мағыналы ерікті есте сақтау дами бастайды. Бала біртіндеп есте сақтаудың мақсаттарын түсініп, есте сақтау тәсілдерін қолдануға үйренеді. Келесі бізде ойлаудың дамуы. Ойлау дегеніміз ол қоршаған ортаны бейнелі түрде меңгеру және жаңа білімді қабылдау. Бұл жаста балалар ойлауы нақты бейнелі болады, яғни балалар заттарды, бейнелерді тура қабылдайды. 5-6 жас шамасында сөздік логикалық ойлау қалыптаса бастайды. Ойлау дамуының маңызды көрсеткіші бала сұрақ қоя біледі, салыстыруды үйренеді және қорытынды жасау қабілеті жақсы дамитын болады. Келесі бізде қиял мен сөйлеудің дамуы. Қиял адамның санасында бұрынғы тәжірибеге сүйеніп, жаңа ойларды, идеяларды ойлап табу процесі болып табылады. Мектепке дейінгі жастағы баланың қиялы ол ойын арқылы дамиды. Балалар өз рөлдерін ойнап табады, заттарды шартты түрде қолданады. Келесі бізде сөйлеу. Сөйлеу баланың ойлау қабілетін, танымдық белсенділігін және қарым-қатынас мәдениетін анықтайтын негізгі құрал болып табылады. 3-4 жаста баланың сөздік қоры шамамен 1000-1500 сөзге жетеді. 5-6 жаста сөйлеу күрделеніп, монологтық сөйлеу қалыптаса бастайды. Сөйлеу арқылы бала қоршаған ортаны, әлемді тереңірек түсіне бастайды. Енді қиялға қатысты ойындар ойнасақ болады. Және де қазір мен қыздарға қағаз берем, әр партадағы қыздарға, мысалы 2 қызға берсем, ол қағазға қыздар деген дүкенде сатылмайтын ойыншықтың суретін салады. Яғни қиялды дамытатын ары қарай сурет салу қажет. Осыған дүкенде сатылмайтын ойыншықтың салатын. Нести? Қанатын саламыз ба? Иә. Не? Ой, не деген өшірші. Бадетші. Өтір бетіне қойық жерге. Бетіне бақ болды оны. Болды. Келесі бізде ойлаудың дамуы. Ойлау дегеніміз ол қоршаған ортаны бейнелі түрде меңгеру және жаңа білімді қабылдау. Бұл жаста балалар ойлауы нақты бейнелі болады, яғни балалар заттарды, бейнелерді тура қабылдайды. 5-6 жас шамасында сөздік логикалық ойлау қалыптаса бастайды. Ойлау дамуының маңызды көрсеткіші бала сұрақ қоя біледі, салыстыруды үйренеді және қорытынды жасау қабілеті жақсы дамитын болады. Жақсы, онда студенттер бүгінгі сабағымыз өте белсенді түрде жүріп жатыр. Енді бүгінгі тақырыпқа сай сіздерге сұрақтар. Енді қорытынды сұрақтар десек те болады, былайша айтқанда. Яғни осы жастағы балалардың зейіннің негізгі ерекшеліктері қандай және оны қалай дамытуға болады деген сұрақ қойғым келіп отыр. Кім жауап береді? Жақсы. Мектепке дейінгі бала жасының зейіннің ерекшелігі ол тұрақсыз болады. Яғни бірнеше минут бойы ол бір нәрсеге өзінің зейінін қарата алмайды. Егер мұғалім эмоционалды сондай материалдарды қолданатын болса, сабағын қызықты өткізетін болса, онда баланың зейінін қаратуға мүмкіндіктер ашылады. Ал егер керісінше жалықтыратын қызық емес тапсырмалар болса, онда баланың зейінін өзіне қаратып қалу мүмкіндігі өте төмен болады. Енді оның дамыту жолдары әртүрлі ресурстарды қолдану, яғни көрнекіліктерді, тәсілдерді, осы арқылы баланың өзіне деген сабаққа деген зейінін ашуға болады. Интерактивті тақталар мен ойын әдістерін, мультфильм әдістерін қолданса, баланың зейіні одан сайын ашыла бастайды. Және мен бұл жерде аз-аздан бірақ жиі әдісін қолдануды ұсынар едім.
яғни 5-10 минут сабаққа мүмкіндік берілсе, яғни қарауға 5-10 минут үзіліс алса, осы тұста бала үзіліс арқылы өзінің миын жаңартып, зейінін сабаққа арнай алатын еді. Жақсы, рахмет. Өте осы бүгінгі сабақты толықтай меңгергеніңіз өте жауабыңыздан көрініп тұр. Ондай болса келесі сұрағымыз бізде, яғни мектепке дейінгі балада қиял қалай дамиды және оның осы ақыл ой дамуындағы маңызы неде деп ойлайсыздар? Кім жауап береді? Келесі сұрақтарымызға кім? Тағы кім жауап береді? Жақсы. Ең бірінші қол көтерген студентімізді шақырайық. Мектепке дейінгі жастағы баланың қиял ойлауындағы дамуындағы маңызы ол еріктіден еріксізге ауысады. Оның логикалық ойлауы негізгі ойлауға ауысып, негізгі талапқа, танымдық жолдарға негізделіп келеді. Оның қызығушылығы, шығармашылығы, ойлау деңгейі, қиялы одан сайын дамып, маңызды рөлін атқарады. Жақсы, өте жақсы, рахмет сізге. Келесі сұрағымыз сіздерге деген, осы жаста қандай іс-әрекет жетекші және ойын осы баланың ақыл ойының дамуына қалай әсер етеді? Нұржамал. Ең бірінші ойын зейінге, есте сақтауға және ойлауға әсер етеді. Себебі ойын кезінде бала, ең бірінші зейінге келетін болсақ, ойын кезінде бала есте ойын ойнау барысында ережелерді есте сақтау кезінде және де сол ережелерді орындау кезінде ерікті түрде зейіні шоғырланады. Есте сақтау кезінде бала ойын ойнау кезінде қимылды, рөлдік, сюжеттік нелерге кірген кезде балада ерікті түрде ережелерді есте сақтауы ерікті түрде болғандықтан ол бала тұрақты ерікті түрде есте сақтау қабілеті дамиды. Одан кейін ойлауына келетін болсақ, бала ойын кезінде шешім қабылдайды, таңдау жасайды, стратегияларды өзіне қарай таңдай алады. Сол кезде баланың ойлауы қабілеті дамиды. Жақсы, рахмет сізге. Соңғы сұрағымыз сіздерге деген, осы мектепке дейінгі жас кезеңіндегі ақыл ойдың дамуының басты сипаты не және ерекшеліктері қандай болды? Жаңа өздеріңіз білесіздер ғой, Алтынай не істеді? Барлығын толықтай көрсетті слайдта. Алдыңғы студенттеріміз жауап берді, ойын ойнадық, сергіту сәті болды, жаттығулар жасадық деген сияқты. Яғни қорытынды ретте ерекшеліктері қандай болды сонда? Кім бар? Сіз шығардыңыз. Ең бірінші біз айтар болсақ, балада ойлаудың бейнелік сипатына келетін болсақ, бала ойлау арқылы түрлі заттарды көзбен көріп, қолмен ұстау арқылы балада ойлауы қарқынды қалыптаса бастайды. Және бала түрлі заттарды салыстыру арқылы немесе сипатын, пішінін, көлемін деген секілді заттарды сипаттау арқылы да бала осы сипатты қалыптаса бастайды. Келесі біз айтатын болсақ, балада қиялдың дамуына келетін болсақ, қиял балада шынайы оқиғалармен немесе басқа заттармен қарқынды дамуы мүмкін. Мысалы, балада айтар болсақ, шығармашылық, суреттер салу арқылы бала қиялы еркін дамиды. Мысалы, бала көрген мультфильмдері немесе ертегілерін оқыған кезде бала суретке басқа жаңа кейіпкерлерді өз ойынан шығару қабілеттері дамып, ары қарай баланың қиялы еркінді дами бастайды. Жақсы, рахмет сізге. Бүгінгі сабақты қорытындылай келе, мектепке дейінгі кезең баланың ақыл ойының дамуы, яғни қарқынды жүретін шағы, осы уақытта танымдық процестер, яғни есту, сөйлеу, ес,
қабылдау, қиял процестері біртіндеп дамып өзара байланысады. Бұл баланың ақыл ойының дамуы дұрыс бағытта жүру үшін педагогикалық процесті ойын шығармашылық әрекетмен және тиімді қарым-қатынас ұштастыруы қажет.